Бекжан, Қасым, чатты өшірім кеп тұрған жоқ. Сол себептен екеуің бүкіл затты там авиарежим, короче, сендерге көмек келетін бүкіл заттарды өшіріп тастаңдар. Хотя бы сендер алаяқтық зат жасамайды деген ойдамын. Нұржан, мен камерам өзіме ұнап тұрған жоқ. Мен есігім мына жақта. Қазір сен камераң қарап шығып кет, диванға сықып қалуым мүмкін. Менің шеше мынағым дұрысташы деймін, блядь. Мына жақтан шеше. Қара енді. Вот, енді, вот. Пока прогноз болатқан кезде келіс солайық. Мысалы, біреуің бір сұрақты таңдадыңдар, КС2 400 мысалы. Қасым таңдады КС2 400. Жауап бере ала ма, біріншісі қателесіп кетсе? Вот, соны екеуің келісіп алыңдар. Қателесіп кетсе деген тема жоқ қой ол жерде. Мысалы, сен білмеймін, анаған берем деп андай екеуің согласовать етсеңдер болады. Мысалы, Қасым сен битик ергезе 3-ке дейін ғой. Мысалы, түсі да 3 попыткадан таппасаң бересің. Ебать, не себе 3 попытка, бірақ попытка айтады. Ена шал тыңдамашы, екеуміз келісіп алайық. Екеуміз ғой ойнайтын. Дұрыс таппасақ бал алып тастамайсың ғой, главный. Бал алынады. Қара. Тұр. Бір еш шығып жатыр. Қасым, басылмай жатып шығып қойды ма не? Уже басыңа түсіп жатыр морально. Бұл жігіттер бой века. Осыған дейін сендер ютуберлерді көрсеңдер, который оқымаған, ал бұл жолы таза екі оқыған, дарынды бітірген, мұғалім болып жұмыс жасаған Қасым және Бекжан. Барлықтарын танисыңдар, мен аудиториям особенно. 6 тематика бар. Counter-Strike 2, логикалық сұрақтар, мақал-мәтел, география, математика, кино және сериалдар. Рандомайзерге кірем қазір. Бір либо екін таңдаңдаршы екеуің болды. Бір мен екіні қазір ұрамыз. Кімде бір, кімде екі? Қасым екін таңдады. Бам, бір. Бекжан бастайды. Келсі, бал алынбайды ғой. Дұрыс жауап бермесең бал алынады. Сен бұл жақта, короче. Бәс таңдадым, минус 500-ге кіріп кетем ба? Иә. КС2. Мен қайтайық, хотя бы. КС2 100. Так, КС2 100, Бекжан. Бірінші сұрақ. Бір раунд қанша уақытқа созылады? 1 минут 55 секунд. Болма, сразу прям қабылдай берме, ойланбайсың. Похуй. Ну ладно. Дұрыс жауабы 1 минут 55 секунд. 100-ге 0. География 100. География 100. Қасым. Қай ел өзінің пирамидаларымен танымал? Мен айтайшы. Египет. Бұларды сразу қабылдай берейін, я? Дұрыс жауабы Египет. Логикалық сұрақтар 100. Логикалық сұрақтар 100. Король кімнің алдында тәжін шешеді? Шаштаразшы. Қабылдайын ба? Ұра бер. Дұрыс жауабы Шаштараздың. Оп-оңай ғой? Мен Қасымды. Тоқта, Қасым алға шығайын деп отыр. Математика қанша? 200. Математика 200. 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші бұрыш қалай аталады? Сразу ма? Қабылдадым ма? Бұл уверен айтып жатыр ма? Доғал. Дұрыс жауабы доғал. Ана арғырай жазыңқы. Қасым алда. Мақал-мәтел 100-дашы. Ауру қалса да әдет қалмайды. Дұрыс жауабы Актерство қалмайды. әдет қалмайды. Математика 300. Сен хуйня сұрақтарды алғансың. Математикаға бір шеше логарифмі бір біле алсай, шеше есеп шығарып отырайық тана. Сендер 100-ді таңдап жатсыңдар ғой, тупой. Математика 300. 6 бұрыштың қанша диагоналы бар? 5 4 3 2 1 қос. Кімде бұл? Қасым сенде ма? 4 3 2 1 қосайшы. Қос. 15. Болма, сразу қабылдай берейін ба? Иә, 15. Егер Қасым не алмаса тұра тұр. Қасым таппайтын болса, 3 диагоналы бар. Ош, жауап бермей қойшы біреуінікіне. Сосын жауап бере саласың артынан. Может быть, дұрыс сенікі деген сияқты түсін ба? Бал бермей қоямыз. Қасымдікін қабылдаймыз 15. Бекжан, сенің вариантың болса қандай болатын еді ол? 3. Дұрыс жауабы 9. 15-те 3-те. Алғашқы мимо. Бам. 0. Қасым. 9. Білмейм неге 9. Ол ана жазшы Гуглға. Ақмарал апайдан Жазшы сұрайсың оны. Гуглға. Қасым, егер сіздің қандай да претензияңыз болса, оны жарыстан кейін апелляция жіберсеңіз болады. Қоя қазір мен бал. Біз YouTube-қа видео шығаратын кезде оны комиссиямен міндетті түрде қараймыз да, және Нұржан, қазір қара. 6 бұрыштың қанша диагоналі барды? Сколько диагонали у... Дұрыс, 15 емес. Соседний бұрыштармен диагоналі болмайды ғой, біля. 9. Математика 100 давашы, математика 100. Математика 100? Тік бұрышта неше градус бар? 90 градус. Дұрыс жауабы 90. Бекжан хитрый ғой. Асықпай, 100-ден бет жинап келіп отыр. Қазір Қасым минус қойып кеткен сияқты. Қасым, давай саған жақтасып отыр ғой. Болды, география 200 дашы енді. География 200. Қай ел етікке ұқсайды? Италия. Болды ма, қабылдай берейін ба? Иә. Дұрыс жауабы Италия! дұрыс. Counter-Strike ойыннан кейс ашу керемет сайттарының бірі ол GGDrop. Сайтта кейстардың саны өте көп. Мысалы, түнгі дас деген кейсті ашып көрейік. Ішінен бізге түсті AWP және бұл плюс.
егер түскен зат сізге ұнамаса, оны апгрейд жүйесімен мықты қылып алуға болады. Немесе контракт арқылы бірнеше скиндарды салып, осы жерге содан бір мықты скинді шығарып алсаңыздар болады. Және сайтта барлықтарыңыз жақсы көретін CS Battle режимі де дәл осы жерде бар. Толықтыру кезінде экрандағы Leo KZ деген сөзді жазуды ұмытпаңыздар, ол толықтыруға 9% қосымша береді. Және менің оқырмандарыма арналған тегін барабанға арналған сөз бар. Экранда тұр, оны мына жерге қойып, крутить деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Ал бізге бүгін түсетін зат, ол маған мынандай бір USB түсті, шарттары экранда тұр. Жалпы Digidrop сайтының сілтемесі осы видеоның сипаттамасында тұр, немесе экрандағы QR код арқылы өтіңіздер. Кино және сериалдар 100-ді басшы. Кино және сериалдар 100. Бекжан, өрмекші адамдағы қала қалай аталады? Человек паук. Нью-Йорк. Қабылдайын ба? Точно? Қабылда шеше. Дұрыс жауабы Нью-Йорк. Еба, Бекжан, сен вообще қателіксіз 100 балдықтарды өлтіреді екенсің, не білем? Қасым. Қасым, география 300. сен вообще математиксің ғой, Қасым. Неге саған география? Көрікті ұнайды география. География 300. Лиан фан үдірін бұлан тесілі. Мен білем. Қай елде орналасқан? Мопол, усас деген мен білем. Серьезно білем. Мен айтам. Қасым айтпаса мен айтам. Қай елде орналасқан, Қасым? География жақсы көресің ба? Ба саған. Европа ма, но? Мен білмеймін. Бля, неміс десем неміс емес, жемі өтсін. Оқысай мұны, жазылып тұр ғой. Lanfire. Оқи алмайды соны, білай, топас. Новая Мектеп Зеландия. сыртында партада отқан адам. Новая Зеландия деді. Бекжан, сен айтып көрші вариант. Африка материк болатын болса, Бразилияда орналасқан. Африка материгінде Бразилия. Оңтүстік Америкада ғой. Ебай. Дұрыс жауабын ашайын ба? Болды ма, басқа вариант? Ашайыр. Дұрыс жауабы Уэльс. КС 200 ашшы. Плент орнатқаны үшін қанша ақша береді командаға? 300. Командаға Командаға? жазып кетті. Плент орнатқаны үшін 500. командаға 500. қанша ақша береді? 500. 500. Қабылдадым. Қасым, сен айтасың ба, бір нәрсе айтпайсың ба? 800. Командаға ма? Тұра. Плент орнатқан үшін қанша ақша береді? Жазылмаған ғой командаға, уточнение жоқ қой. Қап кетіпті. Мен саған ауызша айтып тұрмын ғой енді. 2500 беріледі. 600 да общий командаға 3000 болады. Адам басына раунд басталғанда 300. Сол адам басына ғой. Адам басына ғой. Короче. Адам басына болса 600-дан береді. Адам басына болса 500 беріледі. 600. Мен 500 дедім ғой, мен өзгертпеймін ғой, дұрыс қой. Қасым мен Бекжанда 500, Қасымда 600. 600. дұрыс жауабы $800. Басында айттым 800. Бля, шатасып кеткенсің ғой. Бля, Галил армормен алатынын ба, алмайтынын ба деп ойланғансың ғой сен. Та, Бекжан 300-ге түсті. Келесі сұрақ. Математика 400. Математика 400. Математика бойынша ең ықпалды оқулықтардың бірі элементтерді кім жазды? Элементтерді? Бағана кән, ойбай, 100 балға осындай сұрақтар, ойбай, оңай ғой деп. Ол енді оңай ғой, талбысына. Алло, собрали ебальники. Таңдаған адам айтсын, мен білем мынаны, таңдаған адам айтсын. Алло, собрали ебальники. Гаусс немесе орыстың бір математигі. Гаусс деймін. Так, Қасымның жауабы Гаусс, Бекжан, Ломоносов. Бекжандық просто так әшін бұлай. Қабылдаймын ғой, басқа вариант жоқ қой, Қасым. Дұрыс жауабы Евклид. Еба, Қасым. Екі математиканың мұғалімі екі сұрақтан қателесті уже. Логикалық сұрақ. Шеше элементтер жиын қақтан білем мен, есеп шығаратын адам. Логикалық сұрақтар 200 ашсын. Логикалық сұрақтар 200. Ля, екеуің ер мотивациялар. Сұрақ. Жүзе алмайды, адам суға түссе қалай шығады дейді. Лестницамен шығады? Ең жақсы көретін рубрикам менің. Лестницамен шығады? Вообще ойламайсың. Вообще ойланбаймын. Жүзе алмайды, адам суға түссе қалай шығады? Қалай түседі? Лестницамен шығады ғой. Бассейн болса. Лестницамен шығады, андай болатын болса, жүз алмайтын соң адам батты. Спасательный кругпен шығады шеше, спасательный круг. Болды, қабылдадым. Қайсысы спасательный круг? Спасательный круг. Қасым, спасательный круг. Не деп ойлайсың? Похуй деп ойлайды ол. Похуй шықса болды қөзе. Главное. Дұрыс жауабы үсті су болып шығады. Бір демеймін ба шеше? Бля, нау. Кино сериалдар 200 деген ашы. Кино және сериалдар 200. Острые козырьки фильміндегі басты кейіпкердің есімі кім? Кинодағысын айту керек пе, актердің? Актерді айту керек, актер. Киллиан Мерфи.
Долбоёб. Жоқ, фильмдегісін айту керек ау деймін. Фильмдегісін айтшы. Фильмдегі сесінде емес. Қалай актерді білесің, бірақ фильмдегісін білмейсің, еба. Қасым, сен көргенсің ба? Жоқ. Острый козырьке көрмегенсің ба? Острый козырьке көрмегенсің ба? Көрмегенмін. Еркекше көргенсің бе? Өте қол көтеріп жатыр. Ана класста сұрақ қойса, мен дейді да, бірақ одан сұрамайынша, тура сосын. Қасым, геройдың аты. Жауап бермесем ештеңеге болмай ма? Жауап бермесем Жауап Артур бермесең деген ағасы, шешіледі. Артур деген ағасы болатын болса, Тур ма? Киллиан Мерфи дедің ба сен, Қасым? Сол острый Иә, козырькеде? Киллиан Мерфи деген актердің аты. Иә. Острый козырькеде кім ойнайды ол? Хуй пойми. Болды, берілдің ба? Болды, вариант жоқ па? Бекжан, сенде ше? жоқ мен қарамағам. Джозеф ойнайды. Болды ма? Долбоёбсың. Бля, Қасым, сен наны еркекші білесің сен, Қасым. Болды, бірақ қабылдай салам, иә? Берілдің ғой сен. Иә, болды ғой. Дұрыс жауабы, Қасым. Томас, бля. Я как Томас Шелби. Деген өлең бар ғой. Актердің атын сұрасаң болады ғой шеше. Қалай сен Киллиан Мерфидің Томас Шелби екенін білмейсің, ебать. Томас Шелби екенін бәрі білет, бірақ Киллиан Мерфи екенін білмеу керек қой. Негізі керісінше болу керек қой сен. Ебай адам екенсің, Қасым. Минус 700. Мақал мәтел 200. Әке көрген оқ жонар. Ана көрген томпішер. Қабылдайын ба? Иә. Дұрыс жауабы шеше көрген томпішер. Көрген томпішер. Иә, ана шеше. Қатесіңкі. Қумашы, ана шеше бір ғой ау. Қате шеше. Қате, я өткенде айтты ғой, шеше деген ол басқа, ана деген басқа деп. Ана ол сен мамаң. Шеше деген Сонда ол. біреу сен шешеңнің деп бір бәле деп боқтаса ол мамаңа тимей ма сонда? Ол жағы енді білмеймін, Бекжан. Ол жоқ, тимей ма? Шешең бір бәле десе тимейді ғой. өткенде айтты ғой, шеше деген ол қазақтың сөзі емес ол. Ол Мақалды айтқан жоқсың ғой сен. Мақалдың смыслын жеткіздің. Еба. Мақалды айтқан жоқсың. Я натуре қотас екенсіңдер ғой, иә. сен айттың ғой, анау көрген томпішер дедің. Кім ол анау деген? Ана көрген томпішер дедім. Ана шеше. Ана ма шеше ма? Сөйтіп. Болды, мен сендер шешелеріңнен боқтап жүре берем. Аналарыңа тиіспеймін, шешелеріңнен боқтап жүре берем. Дұрыс қой, Бекжан, мақал мәтелді айту керексің ғой сен. Мақал шеше ғой. Мақалда шеше екеуі бір мағына ғой. Ана менің шеше, менің анам, менің мамам деп айтылады ғой. жоқ, енді мақал мәтелде мамам көрген томпішер деп жазылып тұрған жоқ қой, мысалы шеше көрген томпішер деп жазылып тұр. Еба. Апа деп жазылып тұрған жоқ мысалы. Иә, дәу мама деп жазылып тұрған жоқ мысалы, шеше деп жазылып тұр да ол. Өйтіп бүйтіп алдап қойғансың ғой. Натуре сондай ма? Жоқ, қабылдадым. Прикол ұстап отқан. Қасым, келесі сұрақ. Кейдес әділетсіздік істедің. Неге? Қасым, сен шешеңнен біреу боқтаса. Жоқ, мен де актерді біліп тұрмын, бірақ персонаж жоқ, Қасым. Бля, негізі қабылдамау керек еді, анау Киллиан Мерфи деді да, Томас Шелби екеуі как-то андай. Ол актердің аты деп тұр ғой. Екеуі бір адам ғой. Иә, типа андай да. Болды, қабылдамайсың, ертең шешелеріңнен боқтағанда ренжімеңдер, серьезно айтамын. Жоқ, мағынасы бір деп жатырмын, бірақ мақал мәтел. Жоқ, мағынасы сен бір деп мойындап тұрсың ғой, Қасым, енді мағынасы бір. Томас Шелби мен Киллиан Мерфидің мағынасы бір емес қой, шешесі. Екеуі бір адам ғой. Томас Шелбидің шешесінің аты десек. Шеше де бір адам ғой. Томас Шелбидің шешесі десек, актерға тимейді ғой. Ана шеше бір адам. Киллиан Мерфи мен Томас Шелби бір адам ғой. Кино және сериалдар 300 да. Жоқ, барлығы дұрыс. Келесі сұрақ. Аватардағы әлем қалай аталады? Оазис. Қай аватар? Кино шығар? Кино, походу. Кинода екеуі ғой, қайсысы? О, шеше, айта берші вариант. Білмейді екен мен. Оазис бопты, оазис. Басқа білмеймін. Білмейсің ба? Бекжан, сен ше. Нақыл керек жоқ, мен қарамағам Бекжан. Серьезно, аватар бірді ғана көргем, одан кейін көрмегем. Бекжан ана, сіз ше қалай ойлайсыз? Бекжан шеше. Бекжан шеше. Болды ма, оазис па, Қасым? Иә, қате бұл да бірақ. Дұрыс жауабы Пандора. Білет медің, Қасым? Қасым? Точно плюстамыз біз. Қасым ше, эло минусқа кетіп барады. Мақал мәтел 300 дашшы. Так, мақал мәтел 300. Қайтып келген қыз жаман. Ары қарай хуй біледі. Қайтып келген ит жақсы. Қайтып келген, жоқ, мен айтам. Қайтып келген мал жақсы. Дәл осылай. Қайтып келген мал жақсы. Реально? Баш. Иә, қайтып келген мал жақсы. Қайтып келген қыз жаман, сосын? Қайтып келген мал жақсы.
дұрыс жауабы дұрыс қой, қыз жаман да мысалы мал жақсы ғой шеше малың жоғалып келіп қайтып келсе бизнес жақсы ғой көтің ашып отырады нахуй паханың іздетіп жүреді ам далаға жаңбыр жауып жатыр шеше үйге дейін дохуя километр нахуй артыңда итің жүреді шеше деп дұрыс жауабы қайта шапқан жау жаман. пизду нахуй Кино 400 депсің да? Кино 400. не білсің ғой короче Кино және сериалдар 400. Қасым. 1 миллиард... О, шеше. 1 миллиард... Көрме, дата онда ақша ұстамағам ғой, мен айта алмаймын ғой дата. 1 миллиард доллар жинаған алғашқы фильм. алғаш болса Қасым табасың сен Бля, Мстителидің первый части бар, шеше. Титаник бар. Титаник похуй, ең бірінші сол шығар. Мстительді кішкентай кезде көрдің ба Титаник деп жатырмын ғой. ана Титаникке соңғы ұратын жауап ғой па? стеклода ше Дұрыс жауабы Титаник. Қасым. мен де дұрыс жауап бердім ғой нахуй мен де дұрыс жауап бердім ғой Ивалаң жапшы. Адам тіл қайғырып жіберші. кс 2-ні таңдашы Қанша кс КС2? 300 Counter Strike 2 300. Қай команда бірінші Counter Strike 2 мейджорды жеңіп алды? Мәлш, табыл. бц гейм Боже мой, какой же еблан, бля. Просто нету, сука, сил, блядь, смотреть за этой хуйней. Просто придурок, блядь. бц гейм ба бір команда бар еді ғой короче несі жоқ бц гейм емес бір команда бар еді ғой который соған ұқсайтын суреті инопланетянец па біреулер тұратын еді шеше өзге ғаламшарлық бля атың кім еді Энс? әнс емес фанатик дей берші или нип фанатик дей берші Қасым, сенде? Вариант? кетті ғой Фанатик. шеше мен сұрақ Фанатик. Сенде де Fnatic па? Дұрыс жауабы Нави. 2012-де ма Ей, сұрақ, Counter Strike 2 мейджор. Counter Strike 2 23-те шықты ғой. шеше мен бөлет амдала бірде алтын іздеп отырмын ғой пизду нахуй бля Вот фильмдер 500 ашы. Кеше ғана болды Counter Strike мейджор. Так, Бекжан. Ева, минус 300, минус 600. Қасым камбак шышы. Фильм. Кино және сериалдар 500. Властелин колец фильмінің барлық бөлімдерінің режиссері кім? Осы сұрақты мен жазғанда, осыған Қасым жауап беру керек дедім ғой мен. мен порнодан басқа ештеңе көрмегенмін жігіттер Қасым, қалайша сен ұсындың ғой маған Властелин колецті? 4 рет менімен бірге қарадың. Қазір мен атын естігенде бля деп қаламын ғой. уақыт бар ма Нолан. Кім? Бірақ ол уақытта ол жүрмеді ғой ондай. Кім? Нолан, Кристофер Нолан. Кристофер Нолан? Өзі танитын бірақ режиссерің бар сияқты сен. бля мен властелин қарамадым жігіттер Тилт мынау шеше. Деп аузым ашылып отырамын. Білем ғой мен. Беген сенде вариант жоқ. оқы мен білмеймін көрмеген мен властелин бір екі ана үзіндісін ғана көрген шығармын мен кино көрмеймін ғой вообще Дұрыс жауабы Орта Питер көрген дұрыс, Джексон. кино. Тилт қоясыз сен ал. логикалық сұрақтар 300 дашы О, қызық жерге келдік. Логикалық сұрақтар 300. Электровоздың түтіні батысқа қарай созылып жатса, өзі қай бағытқа қарай жүріп жатыр? Алло, жаназада отырық па? Алло. сен заебал ей алло деп ей так былай кетіп бара жатыр батысқа қарай созылып жататын болса шығысқа қарай кетіп бара жатыр ғой Болды ма? Қабылдайын ба? қабылда Қасым, сен қалай ойлайсың? Электровозда түтін жоқ. электр В- енді айтайын отырмын Болды, электровоз болды. тоқпен жүреді ғой деп болды похуй қате Дұрыс жауабы электровоздың түтіні болмайды. сөзге мән бермейсің ғой нахуй договорда құлдық деп тұрса астына миллион деп тұрса қол қоя салатын адамсың ғой короче CS2 400 да? Counter Strike 2 400. Донгтың ең алғашқы лақап аты қандай болды? Дон Кей емес па? Айтайын, мен қаяқтан білемін ше. Дон Кей, типа ешак деген сияқты ғой. Басында алғашқы браттары сөйтіп мазақтап жүрген кез емес па? Чаттағылар Донкали дейді. Донкали. Лақап аты ешак қой, Дон Кей. Ағалары сөйтіп мазақтап жүрген ғой басында. Дұрыс Данил жауабы Колбасенко блядь Донк, өзгермеген. Ой, лақап аты деп атсың. Лақап браттары атап жүрген атты сұрап атсың ғой сен. Сұраған қате сенің Нұржан. ана жерде әріптерде қайып кеткен бір екен мынау қара өзгермек қалай сен буындауды шешсе кім үйретті саған еу Ол сайттың Өзгермек. проблемасы ол. Сұрақ қате мынау дейді. Қандай қате? Бак, Бұрыннан Аслет донк Бакуй болған Джексон. түсіндер ма? лақап аты деп атсың ғой өзің шеше. Никнейм Дон Кей ол. деп браттары мазақтап жүрген ғой. Лақап аты деген никнейм. Тилт қалам, пиздес керек тұрады. Ал Бекжан минус 1000 құтты болсын шеше. мақал мәтел 400 дашы Мақал мәтел 400. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Тоқ Болды ма? бала аш баламен ойнамайды. тоқ бала аш баламен ойнамайды ғой болды ғой аш бала тоқ баламен ойнамайды тоқ бала аш баламен ойнамайды жоқ бля бір пидесім несі бар ғой тұра тұршы аш бала тоқ баламен ойнамайды Тоқ бала да аш баламен ойнамайды. Иә. тоқ бала телефон шұқылайды дегенсің ба шеше аш бала тоқ баламен ойнамайды
тоқ бала аш баламен ойнамайды. жоқ шеше ондай емес, бір қотбасский жалғасы бар ғой. бекжан жауабың не болды? тоқ бала аш баламен ойнамайды шеше, сол ғой. тоқ бала жатып алып піл пішеді деген бірдеңе негізі. Сондай жалғасы тоқ бала аш бала қатысты емес, тоқ бала жатып алып хуйня істейді деген жалғасы негізі. енегін уқалайды шеше, ерігіп нахуй. Басшы жауабын көрейікші. болды, қабылдаймын жауапты. жоқ, тұра тұр. болды, қабылдаймын. Не дедің сен? Тоқ балада аш баламен ойнамайды дедің ма? тоқ бала еш нәрсеге ойланбайды. тоқ бала вебкасы қатады дейді. тоқ бала еш нәрсені ойламайды шеше. дұрыс жауабы тоқ бала аш болам деп ойламайды. бекжан қате сен. қате білемін. минус 1000, минус 1000 жарым. Математика 500 ашы. Математика 500. Набла таңбасын кім ойлап тапты дейді. Бас ойлап тапты. Әй, шеше қақтан ағасың ау. Египетке барып қайтқасың ба, Индияға барып қайтқасың ба? Білмеймін, математикада ең қиын сұрақты әрең таптың шеше. Пиздец қой, мынау шеше 500-дің сұрағы емес қой. Білмеймін бе? Мен тапсам, маған бересің ба, бал дегесің ба? Болды, берілдіңдер ма? Менің 2000. Чаттағылар біледі екен. Басы біледі. Гуглдетіп көрген жарсыз. Ешкім таппады ғой, не? Тағы бір рет Гаусс деп жауап берейікші. Тағы бір рет Гаусс шығатын жарсыз. Гаусс, иә. Дұрыс жауабы Уильям Роуэн Гамильтон. Қабылдаймыз ба, чат? Га деген жер ұқсады. Неде шығардың шеше? Неге бағана шеше мен ана сияқты ғой? Га, типа Гаусс, Гамильтон. Ай, біля, қумаш ау. Гаусс деген ол басқа ғой шеше. Логикалық сұрақтар 400. Логикалық сұрақтар 400. Әлемдегі ең үлкен алма қайда өседі? Әлемдегі ең үлкен алма? Апорт деген сияқты ғой, короче. Алматыда өседі. Әлемдегі ең үлкен алма ағашта өседі. Алма ағашында өседі. Точно ма? Точно. Қабылдаймын. Қазір өкім жүрмесін не байт деп. Жоқ, өкінбеймін. Дұрыс жауабы алма ағашында. Қатемен жұмыс жасады Бекжан, бірегейін. Мән беру. Болды, география 500 аш. География 500. Қойсынем 400 аш география. Қорқып қалды 400. Қай елдің екі ресми астанасы бар? Ресми ма? Білмеймін, Қазақстан. Басқа білмеймін. Құмаш Қазақстанда бір ғана астана ғой? Нұрсұлтан. Ресми. Нұрсұлтан просто атауы өзгерді ғой? Тунис онда. Бекжан, не бар ма, жоқ па? Жоқ, мен білмеймін. Мен география вообще жоқпын. Дұрыс жауабы Боливия. Буркина Фасо. Сукре Сукур? Лапас. Лапас деген астанасын білемін, бірақ Сукур деген білмеймін. Логикалық сұрақтар 500. Кеттік шеше. Логикалық сұрақтар 500. Есікті ашу үшін не қажет? Ручка қажет. Қазақшасы? Есікті ұстайтын не шешесі? Ручка ғой? Хуй айтады қазақшасы. Қазақшасын хуй етіп, ручка ғой болды ғой. Қаламсап. Ручка қажет есіктің тұтқасы. Қасым, сен вариантың бар ма, жоқ па? Жоқ, мен қаламсап деймін шеше. Е деген кнопка болу керек дейді. Есікті ашу үшін не үшін қажет деген сұрақтың дұрыс жауабы есікті жабу. Есік жабық болады да, ручкасы жоқ болады, қот баса ашасың. Аяқпен бір түйіп аша бересің ғой. Бля, үйіңді құлтаймын да есіктің ручкасын алып кетемін шеше, сен хуй ашасың. Есік аяғың түйіп, аяғың сындырып жатасың. Қот баски жоқ. Не қалды? Ашсақ. Логика жоқ, жігіттің, бля. КС2 500 да. КС2 500. Әзірлеу кезінде, разработка кезінде, короче. Оверпас картасының ескі атауын атаңыз. Мен айтам. Мен айтсам қосасың ғой. Жоқ, неге? Қасым сұрағы. Монстр шеш. Соңғы сөз Қасым. Монстер. Болды ғой, айтып болдың Қасым, е? Вообще вариант жоқ па, Қасым? Метро. Метро? Бекжан жауап метро. Жауаптарыңыз қабылданды, құрметті коллегалар. Дұрыс жауабы Берлин. Метро. Метро деп. Неге метро шеше? Пойыз өтеді ғой, ЛРТ дейсің ба шеше енді? Пойыз өтеді ғой наху. Білмейсіңдер ме? Жазулардың барлығы по-любому мен минус 500 жасам, Қасым по-любому ұтылды ғой наху. Мақал мәтел 500 ашы. Мақал мәтел 500. Уайым түбі теңіз. Батасың да кетесің.
бітті ғой сен. Уайымдап өтсеңіз батасында кетесің. Бітті ғой. Суға байланысты бәрі Өтсеңіз саған сөйлеп. батасында кетесің. Тұра тұршы, ойланып отыр ке. Сөйлемеші. Мен мынандай мақал мәтелдерді білмейді екенмін, натура айтамын. Мен оңайын білемін ғой, ерінген адам екі чат, ұрлық түбі береке, ұрлықтың наны тәтті, ұрының жаны тәтті деген нәрселерді білемін ғой мен. Мынандай білмейді екенмін. Тұра тұр, уайымдап өтсеңіз бақыт шыңы. Бақыт түбі шалқып жатқасын. Бақыттың шыңы тау, шығасында демаласың. Давай кетіге қалады. Қасым сенде вариант жоқ емес иә? Айттым ғой. По-любому ұмытып тұрмын ғой мен, шеше болды ғой. Дұрыс жауабы Бақыт түбі. тәуекел түбі жел қайық, мінесіңде өтесің. Несінде етесің. Сонда Естігем. емессің Бекжан. Қасым, сенде камбэкке не бар? Наған 500-ге жауап Иә. бересің да, и соңғы бір сұрақ бар. Мияқта, мынау, главный сұрақ бар. 1000 очко Да, беретін. да. Соңғы сұрақ, география 500. Қай ел соңғы болып тәуелсіздік алды? КСР-ныкінен ба? Жоқ, әлем бойынша. Бля, Африканың бір елі шығар, ана Америкалардан бөлініп, Англиядан бөлініп шыққан. Ыстық. Либо Франция, либо Англия, либо Португалиядан бөлініп шыққан біреуі ғой. Ана, скорее всего, француздардың Африкада колониясы да хуя болған. Не только Африкада, брат. Азияда да хуя болған. Непал, Вообще ойламайсың. либо Непал, либо Боливия, брат. Непал дейді. Непал деген ол не, Эвересттің астындағы, я? Ел, Непал. Бұрыннан тауға шығып жүрген. Бірақ ол Африкада емес, Эверест. Похуй, Непал шығар. Бля, сенде камбэкке мүмкіндік болған еді ғой. Дұрыс жауабы Хуй сен, Басайшы. Боливия дейсің. оңтүстік Судан. Судан. 9 шілде 2011 жыл. Француздардан шыққан ба? Білмеймін қаяқтан шыққан. Америкадан Африкада ғой, шыққан. короче, Африка ғой. Бекжан, короче, супер игра. Маған қатысты сұрақ бар. Осыған жауап берсе Қасым. Жоқ, екеуің. Қумаш, мен жауап беремін ғой, шеше. Бірінші менің сұрағым оны ақы не қоя себе. Жоқ, екеуің біттіңдер ғой, енді біттіңдер. Сен ұттырсың. Сен ұттың уже. Мынау бүгінгі текетіресте. Бірақ сен Қасымға мүмкіндік беруіңе болады. Мен мүмкіндік беремін бір моментте. Видео описание шығарған кезде Қасымға 570 теңгесін берді деп жазсын. Жазам. Бердім Қасымға. Я, типа, супер игра ойнаймыз. Егер Қасым саған жауап Давай, берсе, 24 май. ол ұтады. Сұрақ, супер игра. Қасым ұтады деген несі? Қумаш еу, 3400 еу. 1000 алсаң 2400 болады ғой. Не ол, Лео KZ дейді. Короче, 1000 алсаң, 5 менікі 1000 алсаң 600 болады да, менің 600, анакі 2400 болады ғой. мынау сұрақ 5000 очко береді, короче. 5000 болады деген пиздец ғой, және ана 1000 береді деді да. Шеше, ойнамаймын мен ба? Қымбаты кетті бағана инфляция. Пиздец шасын, мен болды мына Дискордта Похуй. Ұтыласылақ, сұрақ ташы. Ұту не принципиально болып тұр, ашшы. Принципиально болып тұр нахуй. Сұрақ. Саған принципиально ғой, я. Лео KZ YouTube арнасы 100 000 жазылушыға қай күні жетті? Бірінші каналыңды айтып жатсың ба? Осы ма? Өз өмірінде бір-ақ рет жеткем 100 000-ға. Анауыңда жетті ғой, ешек. Ол телеграм. Қазіргі каналың 100 000 ғой. Иә, осақ жеткен ғой. Қай күні жетті? Қай күні жетті? Ана бұрынғы жеткен жоқ па не 100 000-ға? 100 Жоқ. 000-ға жетті ғой бұрынғы. Мен бұны даже пост қылып салғам телеграмға да, инстаграмға да. Хотя бы жылын білетін жарсыңдар, жыл, потом уже ай. 25. Мен білем деп жатырмын ғой, мен білем. Сентябрь 20-сы. Бекжан марафонға келген. Августта келдің бе не сен? Сендер кешіп келдіңдер ғой, я? Август дедім мен, анау сентябрь деді. Мен августтың 21-лер дедім. Болды. Дұрыс жауабы 10 наурыз 2025 жыл. Болды ғой. Бекжан. Наурызда болды ма не? Наурызда болды ма? Болды. Оттым ғой мен. Минус 3200 балымен бүгінгі қақтығыста бізде өз күшімен позор. Ешкім плюсқа шықпай ма сонда бізде? Сен екеуінен басқа уже вариант жоқ менде ешкім плюсқа шығатын. Бекжан фамилиясымен Сейілхан Бекжан жеңіске жетті. Ladies and gentlemen, and the world champion in category A, category B, bitchке жеңді. Жоқ.